Қазақта ешқашан өз жазуы болған жоқ. Осындай сөзді естігенде тісті қайрап, заңыз келіп ашуланасыз ба? Оңды адамдарға жауап ретінде осы бейнені жібере аласыз. Себебі бүгінгі шығарылымда мен қазақ жазуы мен қазақ тілінің тарихы жайлы айтамын. Адам өз жаралысынан бері бір-бірімен қарым-қатынас құрған. Жердің бір шетінде өзара тіл табыса алса, басқа жерінде басқаша тіл табыса алған. Осылайша әлемде бірнеше мыңдаған тіл қалыптасты. Саяси жағдайға байланысты да тілдер бөліне бастады. Ғылыми прогрестің арқасында да тіл өзгеріп отырды. Сол үшін де бір тіл екінші тілден ерте пайда болған көне тіл деуге болмайды. Ал енді қазақ тілін алатын болсақ. Қазақ тілі түркі тілдес топқа жатады. Түркі тілдерінің арасында қыпшақ тілдерінің қыпшақ ноғай тармағына жатады. Сол тармаққа ноғай тілі және қарақалпақ тілі де жатады. Егер ноғай қарақалпақ тілін тыңдасаңыз, қазақ тілінен ешқандай да айырмашылықты байқай алмайсыз. Ал мысалы Әзербайжан, түрік тілдері болса, оғыз тілдеріне, ал ұйғыр тілі болса, қарлық тіліне жатады. Сол үшін де олар бізге таныс болып естігенмен, олармен сөйлескенде қиын түсінеміз, асықпай сөйлесеміз. Сонымен қатар тіл қалыптасқан кезде басқа тілдерден енген сөздер көпіс қалдырады. Ислам діні қазақ даласына таралғаннан кейін біздің тілге көптеп парсы араб сөздері ене бастайды. Олардың көбін білетін шығармыз. Кітап, мектеп, мемлекет, уақыт, сағат және тағы басқалары. Бір қызығы, кейбір араб парсы сөздері қазақ тіліне еніп, басқа мағына ала бастады. Мысалы, сия. Сия деп біз қалам ішіндегі жазуға мүмкіндік беретін сұйықтықты айтамыз. Айтпақшы, қалам дегенде араб тілінен енген сөз. Ал парсы тілінде сия дейтін қою күлгін түс не болмаса қараңғы мағынада айтылады. Бүгінгі күні әлемде кей ғалымдардың айтуынша 7000-ға жуық тіл бар дейді. Ал әрбір 2 апта сайын бір тіл жоғалып бара жатыр. Сонда тілдің көркеюіне, жоғалмауына басы себептердің бірі қандай? Иә, ол өз жазуының болуы. Бұл Тәңір деген сөз. Ол сөз көне түркі жазуы бітікпен жазған. Осы жазуды зерттеген ғалымдар ең бірінші оны руна жазуы деп таныған, бірақ оқи алмаған. Яғни ол руна жазуына қатысы жоқ деген сөз. Жалпы руна жазуы деген қазіргі Норвегия, Дания, Швеция жерінде бұрын қолданылған жазу. Және де ғалымдар ол жазудың ежелгі түркі жазуымен ешқандай байланысы жоқ екенін дәлелдеген. Ежелгі түркі жазуын 1893 жылы дат ғалымы Вильгельм Томсон оқи алған. Ол былай болған. 1889 жылы күлтегін ескерткіші табылады. Күлтегін ескерткішінде ежелгі түркі бітігімен қашап жазылған жазу бар еді. Оны былай да оқи алмаған. Сол кезде Вильгельм Томсон сол ескерткіште Қытай жазуымен жазылған кішкентай ғана мәтінді зерттей бастайды. Оны ежелгі түрік жазуымен салыстырады. Нәтижесінде жиі қайталанатын 3 сөзді табады. Ең бірінші болып оқыған сөз ол Тәңір, ал қалған 2 сөзі ол түрік және күлтегін. Осылайша әлемге сол уақытқа дейін жұмбақ болып келген түркі кезеңі ашылады. Ежелгі түрік ескерткіштері көптеген жерлерден табылып, оқыла бастады. Содан түрік қағанатының тарихын, салтын біле бастадық. Ал ежелгі түркі тілі қазіргі қай тілге ұқсас? Түрік қағанатынан кейін мыңдаған жылдар өтті. Сол үшін де ол тіл сол қалпында қалған жоқ. Бірақ жазбалардың мағынасы қазақ та, түрік те, өзбек те, басқа түркі тілдес халықтар да түсіне алады. Мысалы, күлтегіннің осы жолдарын әуелі ежелгі түрікше, кейін қазақша, кейін түркше оқиық. Түпнұсқасы: түрік бүгін үшін түн удумадым, күндіз олырмадым. Қазақша: түрік халқы үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Түркше: түрк миллеті үшін кеше ұйымадым, күндіз отырмадым. Ал сонда оған дейін жазуы болды ма? Қытай деректеріне қарайтын болса, құндарда да өз жазуы болғанын байқаймыз. Ал есік қорғанынан табылған алтын адамды білеміз ғой. Ол алтын адам біздің заманымызға дейін 5-4 ғасырларда сақ заманына жатады. Ол алтын адамды тапқан кезде жазуы бар тостаған табылады. Ол жазудың оқылуының бірнеше түрі бар. Түріктанушы Алтай Аманжолов оны былай оқыған. Аға саңа очқук, бес чок, бүкін үчре азуқ Аудармасы: аға саған бұл ошақ, бөтен ел адамы тізеңді бүк, халықта азық-түлік мол болғай. Қазақтың батасына ұқсайды, е? Түйіндесек, сақ кезеңде жазу болған, бірақ ол оқылған жоқ, себебі деректер жеткіліксіз. Ғұн кезінде де жазу болған, бірақ деректері тікелей емес және аз. Түрік қағанаты кезеңінде жазу болған,
Ол бірнеше 100 жыл қолданылған және де халық оны оқи алған. Түрік жазуы ұзақ қолданылып келді, ал оның орнына араб жазуы келді. Ислам діні таралғаннан бері әлемге араб жазуы, яғни араб графикасы да тарала бастады. Енді қазақтың ата-бабалары түрік бітігімен емес, араб жазуымен жаза бастады. Ең бірінші билік өзара хаттарын арабша жазды, елшілік жіберді, ғалымдар жаза бастады. Осылайша барша халыққа араб жазуы таралып кетті. Көбісі түсінбей жатады, қалай сонда қазақтар арабша сөйлескен бе деп? Жоқ, ол тек жазу. Мысалы, біз қазір қазақша кириллица арқылы жазып отырмыз. Мысалы, тамақ сөзі. Кириллицада да біз оны тамақ деп оқимыз. Латын әліпбиімен де біз оны тамақ деп оқимыз. Араб жазуымен де біз оны тамақ деп оқимыз. Латынша біз оны T-A-M-A-K деп оқымаймыз ғой. Ал енді араб жазуына көшетін болсақ. Араб жазуының қазақ тарихында екі жүйесі болған. Ол жәдік жүйесі және қадим жүйесі. Екеуі де классикалық араб әліпбиі емес, жалпы түркілік әліпби болған. Қадим жүйесінде 35 таңба болған. Оның 28-і араб әліпбиіне сәйкес, 4-еуі парсы әліпбиі, 2-еуі түркі, 1-еуі ауған жазуынан алынды. Қадим жүйесінің басты ерекшелігі ол кейбір дауысты дыбыстардың таңбаланбауында болады. Мысалы, мен деген сөз мін деп, ал бүлдірген деген сөз білдірген деп жазылады. Қадим жүйесінде қазақтың көптеген хандары мен көтеріліс басшылары жазып кеткен хаттары бүгінгі күнге дейін жеткен. Былайша айтқанда 19 ғасырға дейін қазақтар қадим жүйесінде жазған. Ал қадим жүйесінің орнына қазақ даласына жәдид жүйесі келді. Жәдид жүйесі де араб графикасына негізілген жазу. Ол жүйеде дауысты дыбыстар жазыла бастады. Бұрынғы қадим жүйесінде ң әріпі 8 түрлі таңба арқылы жазылған. Ал жәдид жүйесі бойынша тек 2 түрлі таңба арқылы жазылған. Жәдид жүйесінде Түркістан уалаяты атты газет шығып отырған. Бірақ жәдид жүйесінің көптеген кемшіліктері болған. Жәдид жүйесінде барлығы біркелкі болған жоқ. Біреулер бір әріпті қолданса, екіншілер оны қолданбаған. Жәдид жүйесі толықтай қазақ тілін жеткізе алған жоқ. Мысал алатын болсақ, кей кездері телефонымызда қазақша пернетақта болмай, біз орысша пернетақтаны қолдана береміз. Сол кезде иесі дегенді иси деп жазамыз. Мұндағы әрпінде и деп жазамыз, и әрпінде и деп жазамыз. Осыған ұқсас нәрселер жәдид жүйесінде де болған. Осының бәрін өзгерткен Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақтың төл әліпбиін ойлап тапты. Оны біз төте жазу дейміз. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасынан қолданылмайтын 12 әріп алып тастаған. Ал қазақтың дауысты дыбыстарын дәйекше арқылы өзгертіп отырған. Дәл сол жазумен қазақ газеті басылып отырды. Төте жазуының халыққа икемді болғаны және де қазақ тілінің байлығын көрсете алғаны соншалықты, тіпті бүгінгі күні де ол жазуды Қытай, Пәкістан, Ауғанстан, Иран қазақтары қолданады. Егер Ахмет Байтұрсынұлы жайлы және де ол қазақ тіліне қандай өзгерістер енгізгені туралы толығырақ білгіңіз келсе, менің алдында шығарған бейнемді көре аласыз. Төте жазуы 1929 жылға дейін жазылды. 1929 жылы қазақ әліпбиі латын графикасына көшті. Алдарыңызда яңали, яғни жаңа әліп атты түркі халықтарына арналған әліпби. Бұл нұсқа 1938 жылға дейін қолданылып, кейін осындай әліпбиге ауысты. Алдарыңызда сол латын жаңа әліпбимен жазылған социалистік Қазақстан атты газеті. Қалай, оқи алдыңыз ба? Бір қызығы, ол әліпбиде кириллицаға жататын осындай әріпі бар еді. Және де ол А дыбысын белгілеген. Ал 1940 жылы қазақ жазуы кириллица графикасына көшеді. Бүгінгі күнге дейін қолданылып келеді. Кириллицада өзгерістер болған. 1951 жылға дейін Ы әріпі былай жазылған. Осылайша қазақ жазуы бірнеше рет өзгертілді. Төте жазудан латын графикасына, латын графикасынан кириллицаға көшті. Оған қоса латын графикасы өзгеріп үлгерді. Түйін. Тіл ешқашан бір орында тұрған жоқ. Қазақ тілін алатын болсақ, қазақ тілінің тарихы тереңде жатыр, және де аспаннан құлап түскен жоқ. Қазақ жазуының тарихы өте терең. Соған осы шығарылымды көріп көздеріңіз жеткен шығар.